Құрметті ата-аналар, балалар, ұлттық тағам кішкентай аспаз республикалық сайысына қош келдіңіздер. Балалар, қазақ халқының ұлттық тағамдары көшпелі болуына байланысты ерекшеленген екен. Қазақ елінде еттен, сүттен және ұннан жасалған тағамдар кеңінен пайдаланылады. Ең басты тағамымыз біздің бешбармақ. Ол біздің мерекелік дастарханымызда жайылады екен. Бешбармақты біздер жылқы, сиыр етінен дайындаймыз. Яғни етке наннан жасалған қамыр, пиязды қосып, ұлттық тағамымыз дайындалады екен. Менің алдымда қамыр тұр. Бұл ашытқылы қамырдан біздер қазақтың ұлттық тағамы бауырсақты дайындаймыз. Бұл қамырға біздер ашытқы салдық, су салдық, тұз салдық, сосын осындай қамырымыз дайын болды. Ары қарай майға қорып бауырсақты дайындайтын боламыз. Қыздар, енді біздер сарыдан десерт жасаймыз. Ал енді балалар, біздер қазақтың ұлттық тағамының бірі жентті жасаймыз. Жент жасау үшін біздерге талқан керек, ертілген сары май, қант, бал және қалауымызша мейіз немесе жаңғақ қосуға болады. Байырғы тағамдардың бірі нағыз кальцийге бай құрт тағамын жасаймыз. Қазір құрт жасау үшін алдымен ірімшік және оған дәмін келтіру үшін тұз қажет болады. Балалар, қазір біздер ойын ойнаймыз. Ойынның шарты тағамның дәмін ажыратып беру. Мына жерде мына сендерге тағам астында жасырылған. Мен сендердің көздеріңізді байлай, бәріміз кезектен кезек. Сол кезде тарелканың астын ашып, тамақты қолымызға алып, иіскеп, қолымызбен ұстап Қандай тағам екен? Аман. Ал табақ ашама, әйгерім, ескеп қара. Банан. Банан бүршектесін. Келесі. Мен бүгін ұлттық тағам жентті дайындадым. Жент қазақ халқының ежелден келе жатқан ұлттық тағамдардың бірі. Ол көбіне тарыдан жасалды. Алдымен тарыны қорып, оны түйіп, содан кейін сары май, бал, мүйіз қосып араластырды. Жент өте дәмді әрі құнарлы тағам. Оның құрамында ағзаға пайдалы мен дәрумендер мен күштер бар. Наурыз мерекеміз құтты болсын, дастарханымыздан береке кетпесін, дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Адам денсаулыққа қандай пайдасы бар? Тамаша сұрақ, Жанайя. Ұлттық тағамдар қазақта айтады, қандай тамақ жесе, адамның жаны мен тәні сондай тамақтан тұрады екен. Қазақтың бұрынғы адамдардың бәрі неге батыры болған, бәрі бірде әнші, бәрі бірде ақын болған. Себебі олар қазақтың сайын даласында еркін өсіп, табиғи құнары көп тамақтармен тамақтанған екен. Сиырдың сүтін ішіп, айранын ішіп, құртын жеп, етін жеп өскен. Сондықтан да адамның тәні саудың жаны сау деген қазақта мақал бар. Сондықтан да балалар ішкен жеген тамағымызға аса мән беруі керек екен. Адал ас ішкен баланың жаны да, рухы да адал болып өседі. Ол өзінің еліне қызмет ететін
патриот болушы екен балалар. Апа, қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені құрамында қандай тағамдарды қосады? Наурыз көже қазақтың байырғы ұлттық тағамдарының бірі, әрі сусыны. Қазақта 7 саны өте киелі, ол бірліктің, берекенің мағынасын білдіреді. Сондықтан да наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосылған. Алдымен су, ет, тары немесе күріш, май, айран секілді маңызды тағамдары бар. Дастарханнан дәм кетпесін, көрген ізден сән кетпесін, опа